Джордж Вашингтон, Моцарт, Наполеон Бонапарт, Александр Пушкин, Чарли Чаплин, Мұстафа Кемаль Ататүрк. Бұл адамдар құпия масон ұйымының мүшелері. Әр адам масондар жайлы азғантай болсын естіген шығар. Масондардың жаһандық қастандық тұжырымдамасы ең танымал қастандық теорияларының бірі болып табылады. Бірақ олар қандай ұйым? Бүгінгі видеода сіз масондардың тарихы, олардың ритуалдары мен символдары, қандай белгілері бар, оған қалай кіруге болады, және Қазақстандағы масондар жайлы білетін боласыз. Онда тәтті тағамыңызды алып, видеоны тамашалаңыз. Біз бастаймыз. Масон 16 ғасыр мен 17 ғасырда белгісіз дереккөздерден бастау алатын құпия қоғам түрінде пайда болған қозғалыс. Масондықтың шығу тегінің негізгі нұсқасы масондардың орта ғасырлық құрылыс гильдияларынан шыққан нұсқасы болып саналады. Дегенмен, масондықтың ежелгі шығу тегі туралы теориялар бар. Оның басы рыцарьлар немесе басқа нұсқаларында Розикри орденінен басталады. Масонның сөзбе-сөз аудармасы бостандықтағы тас қалаушы. Масондағы әкімшілік жағынан егеменді, үлкен ложаларға ұйымдасқан. Олардың әрқайсысы өз құзыреті шегінде масондық ложаларды басқарады. Ложалардың саны әдетте аумақтық біріктірілген 15-тен 200 адамға дейін өзгереді. Жергілікті ложаларды бір елде бір ғана үлкен ложалар құрады. Масондық қазір бүкіл әлемде таралған және әртүрлі ұйымдық формаларда ұсынылған. Ложалар, үлкен ложалар, жоғарғы кеңестер, тараулар, ареопагтар, консисторлар, федерациялар, конфедерациялар. Дүние жүзіндегі масондардың жалпы саны 4 миллион адамға бағаланады. Басталу тарихы. Масондықтың аңызға айналған тарихы кейбір жазушылар Адамға дейін, басқаларынан Сүлеймен ғибадатханасының ғимаратына дейін басталғанын айтқан. Қарапайым зерттеушілер масондықтың тамырын пифагорлықтар, эссендер, алғашқы христиандар немесе тамплиарлар арасында тапты. Тек 19 ғасырдың ортасында ғана Георг Клосс алғаш рет масондық одақ еркін масондардың немесе орта ғасырлық құрылыс артельдерінің бауырластығынан пайда болғанын анық көрсетті. Орта ғасырлық Европада бос құрылыс артелінің болуының ең алғашқы дәлелі 640 жылдан басталады. Бұл туралы Лангобард королі Ротаридің жарлықтарында айтылған. Готика дәуірінде үлкен шіркеу ғимараттарының құрылысы ғасырлар бойы жалғасты. Оның барысында ғимараттардың жанына қоныстанған жұмысшылар мен суретшілер бірте-бірте тығыз қарым-қатынасқа түсті. Уақыт өте келе бұл қауымдастықтар гильдия ұйымын қабылдады. Мүшелер арасында қарым-қатынасқа, жаңа жолдастарды қабылдауға, мүшелер арасында туындаған дауларды шешуге және тағы басқаларына қатысты ережелер әзірленді. Бұл ретте жолдастық өмірдің түрлі жағдайларына белгілі салтанат құрылды. Қазіргі масондық әдебиетте ерте кезеңге қатысты арнайы масон мәтіндері бар, 20-ға жуық қолжазба көрсетілген. Олардың ең көнесі 14 ғасырға жатады. Бұл Региус поэмасы. Оның мәтіні бар қолжазба 1830 жылдары Британ мұражайындағы ескі корольдік кітапханадан табылған. 17 ғасырда Еуропадағы құрылыс қоғамдары тез құлдырай бастады. Және 18 ғасырдың басында готикалық соборлардың құрылысының тоқталуымен бірге өз өмірін дерлік тоқтатты. Ағылшын ложаларының жаңа гүлденуіне 16 ғасырдың аяғынан бастап құрылыс шеберханасы жатпайтын адамдардың сыртқы тас қалаушылар деп аталатын бай және білімді адамдар кіре бастағанына ықпал етті. Олардың біріншісі лондондық антиквариат Элиас Эшмол деп аталуы керек. Оның 1646 жылы 16 қазанда Уоррингтондағы Лангширдегі ложалардың біріне кіруі туралы жазба оның күнделігінде сақталған. 17 ғасырдың соңғы жылдарында ложаға Уильям үш Оранж қосылды. Сондықтан тас қалаушылардың қолөнері корольдік өнер деп аталды. Бәлкім сол кезде ағартушы үшінші тарап тас қалаушыларында қайсы бір мағынада қайырымдылық институттары болып табылатын бірлестіктер құрылысының қабығын пайдалану және оған жаңа тыныс беріп, жалпы адамзаттық сүйіспеншіліктің жаңа себебін құру идеясы болған шығар. Ұйымның бір келкі еместігіне қарамастан, масондықтың негізгі қызметі қайырымдылық, моральдық кемелдік, көп жағдайда жоғары құдайға сенуді талап етеді. Сондай-ақ Андерсон конституциясы
бастапқыда көтерілмейтін бауырластық ортада бауырластық достықты дамыту және сақтау болып табылады. Ритуалдар мен символизм. Масондар жиналыстарын ритуалдық түрде өткізеді. Бірыңғай масондық ритуал жоқ, және әрбір ұлы лодж өзінің жеке рәсімін орнатуға ерікті. Дегенмен, әртүрлі ложалардағы салт-дәстүрлердің ұқсастықтары бар. Мысалы, барлық масондық рәсімдерде орта ғасырлық масондардың құралдарының архитектуралық символизмі қолданылады. Екі негізгі символдық құрал әрқашан қорда болады: циркуль мен шаршы сызғыш. Кейбір ложалар мен ритуалдар бұл құралдарды мінез-құлық сабағы ретінде түсіндіреді. Мысалы, масондар өз әрекеттерін ізгілік квадратмен тексеріп, өз қалауларын шектеп, барлық адамзатқа қатысты құмарлықтарын тиісті шектерде ұстауды үйренуі керек. Алайда, масондық догматикалық емес болғандықтан, бұл құралдардың немесе кез келген масондық символдың бірыңғай ортақ түсіндірмесі жоқ. Барлық масондар масондықтың символдары мен мағынасы туралы ойлап талқылай алады. Және, әрине, символдар туралы ой-пікірлер жайлы ойлау өз дәрежесін көтерудегі маңызды шарт. Масондықтың ортақ мақсаты жоқ, және бірде-бір масон бүкіл масондық үшін сөйлей алмайды. Кейбір ложалар масондық үстелдерді пайдаланады. Бұл масондықтың әртүрлі символдық эмблемалары бейнеленген, боялған немесе басып шығарылған иллюстрациялар. Олар мастер Мейсон ағайынды шәкірттер мен саяхатшыларға нұсқау бергенде, 3 дәреженің әрқайсымен бірге жүретін оқу орындарында оқытуға көмекші ретінде пайдалануы мүмкін. Сондай-ақ, оларды шеберлер өздері бастаған кезде үйренген идеяларын еске салу ретінде пайдалана алады. Масондық символдардың бірі акация. Ол масондықта қолданылатын негізгі белгілердің бірі болып саналады, және ұстаз Хирамның өлімі туралы аңыз деп аталатын масон шебері дәрежесінің тақырыптық негізімен байланысты. Одан кейін тіктеуіш, кемелдікке ұмтылудың, деңгейлегіш, теңдіктің, шаршы сызғыш, тепе-теңдіктің және кемелдікке деген өзгермейтін ұмтылыстың шын мәнінде қол жеткізуге болатын нәрсемен үйлестіруінің символы. Жердің символы, циркуль, байсалдық пен парасаттықтың, сондай-ақ жоғары және рухани ұмтылыстың символы болса, қалақша бауырластық байланысты нығайтудың символы. Масондықта Сүлеймен патша ғибадатханасының құрылысы туралы библиялық аңыз кеңінен қолданылады. Үшбұрыштағы көз. Сондай-ақ, масондықтың жалпы қабылданған символы үшбұрыш. Оның ішінде ашық көз бейнеленген, масондықта айтылғандай жарқыраған дельта. Бәрін көретін көз белгісі барлық жолақтардағы қастанақ теориктер үшінде тартымды. Өйткені ол барлық жерде, дүние жүзіндегі сансыз шіркеулерде, масондық ложалар ғимараттарында, американдық $1 купюрада, сондай-ақ ұлы мөрде бар сияқты. Үшбұрыштағы көздің өзі христиан дінінен алынған. Онда ол барлығын көретін көздің нышаны болып табылады. Ал үшбұрыш христиандық қасиетті үшбірліктің, әке, ұл және киелі рухтың ежелгі символы болып табылады. Символ иконалар мен діни ғимараттарда, соның ішінде православиялық ғимараттарда, Санкт-Петербургтегі Қазан соборының басты портикасы, Ахен қаласындағы Ахен соборының безендірілуі кездеседі. Христиандардан бұрын да барлығын көретін көздің сәл өзгеше символы ежелгі мысырлықтар мен хордың көзі танымал болды. Жарқыраған дельта тас қалаушыға барлығына енетін жаратушыны еске салады. Стилистикалық тұрғыдан көз жиі үшбұрышқа жазылған шеңбермен ауыстырылады. Либералды масондықта жарқыраған дельта ағартушылық белгісі немесе сана принципі болып саналады. Мұндай көздің өзі күшті әсер қалдырады, беделді көрсетеді және сонымен бірге жанашыр бақылауды білдіреді. Жоғарғы болмыс. Масондыққа үміткерлер Құдайға сенуі керек. Алайда, кандидаттан жоғары болмыс туралы түсінігін түсіндіру немесе айту сұралмайды. Масондық ложада саясат пен дін туралы пікірталасқа тыйым салынады. Сондықтан, ложада масонды оның белгілі бір саяси немесе діни мәселенің түсінуін түсіндіруді талап ететін жағдайға қоюға болмайды. Демек, жоғарғы болмысқа сілтеме мұсылман масон үшін Алланы, христиан масон үшін үшбірлікті,
индус масон үшін парабрахманды және тағы басқаларын білдіреді. Ритуалда Құдай әлемнің ұлы сәулетшісі деп аталады. Ол масондықтың сәулеттік символизміне сілтеме жасайды. Масондық дәрежелер. Масондықта 3 негізгі дәреже бар. Шәкірт, кандидатты масон ететін бастама дәрежесі. Журналист, оқытуға байланысты орта дәреже. Мастер Мейсон, масондық өмірге толық қатысу үшін қажет 3-ші дәреже. Дәрежелер жеке даму деңгейлерін білдіреді. Жалпы қабылданған символдық құрылым әрбір масонға өмірлік маңызды философиялық сұрақтарға өз жауаптарын табуға мүмкіндік береді. Масондық моральдық этикалық жүйенің негізгі элементтері 1-ші дәреже. Студент дәрежесінде қамтылған, бастамашының назары өзін-өзі терең тануға, өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жетілдіруге, өзі және өзінің кемшіліктерімен жұмыс істеуге бағытталған. 2-ші дәрежеде шәкірт дәрежесі инициатордың назар қоршаған әлемге аударылады. Оның қабылдау философиясы, ондағы белсенділік, дәреже мазмұны одан өткен адамның санасына әсер етеді. Ең маңызды және драмалық 3-ші дәреже магистр дәрежесі өлім тақырыбына арналған. Оның негізі Сүлеймен ғибадатханасының құрылысының аты аңызға айналған жетекшісі, 3 шәкірт өлтірген мастер Хирамның өлімінің тарихы, ғибадатхананы салушылардың арасындағы жағдайына наразы. 3 дәреженің мазмұны әртүрлі елдер мен юрисдикциялардың ложаларында егжей-тегжейлі әртүрлі болуы мүмкін. Белгілер мен ымдар. Масондар жиналыстарға рұқсат беру және заңды келушілерді анықтау үшін белгілерді, ым-ишараны, қол алысуды және сөздерді пайдаланады. 18 ғасырдың басынан бері бұл белгілерді, қол алысуды және білмейтіндерге арналған сөздерді ашуға арналған көптеген аяндар жазылды. Бұған классикалық жауап аяндарға сенетін кез келген адамды анықтау үшін рәсімдегі кейбір сөздерді өзгерту болды. Дегенмен, әрбір үлкен ложа өз рәсімдерін жасауға еркін болғандықтан, белгілер, қол алысулар және құпия сөздер де әр жерде әртүрлі болуы мүмкін. Бүгін белгісіз келушілерден белгілерді, қол алысуларды және құпия сөздерді білуді көрсетумен қатар, диплом, мүшелік картасы немесе мүшелік туралы басқа дәлелдемені ұсынуды талап етуі мүмкін. Масондық ложаға кіруге қойылатын талаптар. Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар жалпы масондық принциптерден туындайды. Үміткер Құдайға деген сенімін растайды. Үміткер кәмелеттік жасқа толған болуы керек. Әлемдегі үлкен ложалардың көпшілігінде 21 жастан кіші емес. Өз еркімен масон болуға шешім қабылдауы. Жақсы беделге ие болуы. Азаматтық заңнамада проблемалар болмауы керек. Яғни еркін болуы керек. Және жақсы мінез. Кейбір ложалар үміткерден мүшелікке 3 рет өтініш беруін талап етеді. Бірақ бұл сирек кездеседі. Ложаға кандидатты қабылдау туралы шешім жасырын дауыс беру арқылы қабылданады. Кіру үшін дауыс беретін ложа мүшелері ақ тастарды пайдаланады. Ритуалда шарлар жиі қолданылады. Қарсы болғандар қара шарлар. Кандидаттың өтінішін қабылдамау үшін талап етілетін қарсы дауыстардың санын жергілікті гранд ложа белгілейді. Ал кейбір ложаларда бір дауысқа тең. Кандидаттың діни сенімі оның ар нысанасы болып табылады. Үміткер қосылу кезінде өзі ұстанатын діннің қасиетті кітабына міндеттеме әкеледі. Бұл Құран, Библия, Таурат және тағы басқалары. Рәсімнің басында масондарға үміткер қара түске боялған рефлексия камерасына апарылады. Онда кандидаттың болмысының әлсіздігін еске түсіретін, кандидатты философиялық рефлексияға ынталандыратын ортаны құрайтын нысандар болуы мүмкін. Онда үміткер қағазға моральдық философиялық өсиетін, өзіне және басқа адамдарға, еліне, отбасына, жалпы адамзатқа қатысты тілегі мен антын жазады. Содан кейін одан Құдайға деген сенімін қайталап сұралынады. Инициация өтетін ғибадатханаға кірер алдында үміткердің көзі байланады. Кішіпейілділік белгісі ретінде үміткер киінбегенде, шешінбегенде, жартылай шешінбеген. Ал жүректің ашықтығының белгісі ретінде сол кеудесі жалаңаш. Одан барлық құнды заттар, металдар алынады.
Оның оң жақ аяғы оралып, сол аяқ киімі шешіледі. Оның мойнына арқан тағылып, адамның кемелсіздігінің байланысын білдіреді. Рәсім соңында өзі ұстанатын діннің қасиетті кітабына салтанатты түрде міндеттеме алады. Содан кейін кандидаттың көзге байлауышын алып тастайды. Ол қазір сынақтардан өтті және нұрға лайық деп оған масондық жапқыш кигізеді. Содан кейін құрметті шебер жиналған ағайындыларға жаңа ағасын тауып, қиын уақытта көмектесетініне сенімді бола отырып, оған қиыншылықта көмектесуге шақырады. Көбінесе инициация рәсімі музыкалық сүйемелдеумен бірге жүреді. Бұл үміткердің әсерін одан әрі арттырады. Қазақстандағы масондар. 8 жылдан бері масондар республикада ресми түрде тіркеліп, осы уақыт ішінде 4 ложа құруға қол жеткізді. Олардың бірі Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейхановтың есімімен аталған. Тағы бір тарихи мәліметте Әлихан Бөкейханов масон ұйымына 1908 жылы кірді делінген. Ондағы жиналыстар Алматыда қазақша өтеді. Қалған екеуі Алматыда орыс тілінде шығыс жарығы және ағылшын тілді United Nomadic Brothers. Жақында Астанада масондар ұйымының бір бөлімі ашылды. Ол бәйтерек деп аталды және ол масондардың 4-ші ұйымы болып саналады. Қазақстан үлкен ложасының гроссмейстері Берік Жұбанияз және оның көмекшісі Сергей Кравченко. Аталған ложаларға барлығы 40 адам мүше. Сергей Кравченконың айтуынша, олардың көбі ғалым, кәсіпкер, жалпы интеллигент адамдар. Сонымен бірге, масондар қатарында жалданып жұмыс істейтін азаматтар да бар екен. Қандай жұмыс істесе де, бастысы табысы жоғары болуы керек. Ал Сергей Кравченконың айтуынша, масондар ұйымында 2 маңызды құпия бар. Олар ұйымның қандай жұмыс істеп жатқаны және мүшелерінің кім екені. Сол үшін ұйымның кімдерге және қандай қайырымдылық демеушілік жасап жатқаны жасырын болады екен. Сонымен, енді сіздер масондардың шығу тарихын, олардың әлемді басқармайтынын, әр ықпалды тұлға осы ұйымға кіре алатынын, қайырымдылық, қоғамдық жұмыс сияқты заттарды жасайтынын білдіңіздер. Енді масон дейтін кімдер деген сұраққа оңай жауап бере аласыз. Егер видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз.